бір сұхбат беріпсіз. Айқын мені көп қызғанады. Енді киноға түсесіз бе, әлде түспейсіз бе? Актриса ретінде біраз танылып қалдыңыз. Жоқ, жалпы енді тікелей маған бұл сұрақты қойылса, әрине қызғанады деп айта аламын. Ал ол кісіге сұрақ қойылса, жоқ, мен қызғанбаймын дейді де. Екі түрлі болып біреулер шатасып қалуы мүмкін. Айқын, үйде басқа, эфирдің алдында басқа дейсіз ғой. Енді ер азамат болғаннан кейін әрине ол қызғанғаны шетінен жөн деп көрем. Кино әлеміне рұқсатын берген, бірақ та өзінің бір шектеулі талаптары бар. Енді киноға өтіп жатсаңыз, алдын ала Айқын мырза сценарийді оқып тексере ме? Міндетті түрде. Жоқ, жалпы сценарийді басынан бастап аяғына дейін оқымайды, бірақ та ол фильмнің не сериалдың ішінде қандай бір сахналары бар, осы дейтін соларды айтып беріңдер дейді де, содан кейін алып тастатқызады, немесе бас тартамыз ол. Енді гонорармен келіскенде Айқын мырзамен келісесіз бе, әлде өзіңіз келісесіз бе? Міндетті түрде Айқын мырзамен. Себебі бұл қаражат әрине отбасыға кетеді, ол және де менің еңбегімді дұрыс бағаланғанын қалайды. Өнерде 20 жыл көлемінде жүргеннен кейін былай бағаларын біледі. Жұлдыз, сізде өзіңіз түскіңіз келген, бірақ Айқын мырза рұқсатын бермей қойған бір фильм жоқ па? Сериал бар. Сериал немесе? Сериал бар, Динозавр деген аталады. Динозавр деген? Ол сериалға мен кем дегенде, жоқ, ол жерде Динара, Зәуре, Назым деген динозавр. Атының бас есіміз бар, білеміз ғой. Сол жерде Назымның ба, әлде Динараның ба рөліне бір апта көлемінде қатысып, кастингке барып, ана актрисамен ойнап, мына актермен ойнап, сөйтіп кастингті өтіп, соңында сені болды, утвердили, сен енді қатысасың деген кешке қарай қатыспайсың, болмайды дейді. Содан кейін бірден звондап айтты, қатыспайды, болды, мен солай шешіп қабылдадым. Енді сіз қарсы шықпайсыз ба? Менің шығармашылығыма кедергінді келтіріп жатсыз, отағасы. Жоқ, әрине ренжу де жылау да болады, бірақ та келесі күні менде таңертең тағы бір кастингке шақырған болатын. Ол уақытта таңғы шоу бағдарламаға кастингке қатысқан болатын. Ол жерде бірден келесі күні көзім түсіп кеткен. Бардым, таңғы 8-де қабылдады. Енді бір жерде жол болмағаннан кейін енді басқа жерде есік ашылды, иә? Басқа есік ашылды.